Сәлеметсіздер ме? О, Виждан, merhabalar canım. Сәлеметсіздер ме? Жарас кірді. Сәлем Нұргүл. Сәлем, қалайсың, қалың қалай? Жақсы, өзің қалың қалай? Рахмет, жақсы. Қош келдің біздің эфирге. Қош болдық. Так, бізде сол ауызашарды енді жасап болып, енді кіріп жатырмыз. Мен прикрепить етсем, наверное, комментарийді. Жақсы. Наверное, сұрақтарыңыз болса, сіздер қоя беріңіздер осы жақта. Содан кейін біз сіздерге жауап береміз нақты түрде. Жарас мырзаға қоятын сұрақтарыңыздың барлығын. Қалың қалай? Рахмет, жақсы, өзінде. Жақсы, рахмет. Қалай өтіп жатыр не? Жақсы. Ораза қабыл болсын. Жақсы, рахмет. Сен біздің көрермендерге не айта бер? Тілек айта бер оразаға. Жайлап өзіңді таныстыра бер, Жарас. Жақсы. Құрметті Білім Стейшн каналының қатысушылары, оқырмандары, ораза айт қабыл болсын, ауызашарларыңыз қабыл болсын. Мен Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Топқайын ауылында 1993 жылы дүниеге келген. Қазір Турцияда, Стамбул қаласында өмір сүріп жатырмын. Жасым 26-да. Тағы не білгіңіз келеді, Нұргүл ханым? Қазір, Жарас. Университеттен прикрепить етейін болмады ғой. Жарас, қай қаланы, неліктен оқуға Түркияны таңдадыңыз? Қалай Түркияға түстіңіз? Қай университетте түстіңіз? Осы жайлы айта берсеңіз. Мен енді 1993 жылы және айтып өткендей Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қаласында дүниеге келдім. Қатонқарағай қаласында, ауылында. Бір минут, Жарас. Достар, мен комментарийді өтсем, біз сұрақтарымыз дайын. Аяққа бутонға қоя берсеңіздер болады. Сол себепті, егер сіздер комментариймен лайк баспай қойыңыздар, тек қана қарап отырсаңыздар болады. Себебі бізде интернет зависать етуі мүмкін, окей? Мен комментарийді өшірем, бутонға қоя беріңіздер. Кеттік. Жақсы. 2011 жылы Шығыс Қазақстан қаласындағы, Өскемен қаласындағы бірінші мектепті бітірдім мен. Түлегі болғаннан кейін Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университетінде бакалавр маманы бойынша металлургия мамандығына түстім. Бір жыл бакалавр оқығаннан кейін металлургия маған сол оқу системі, оқу жүйесі ұнамағаннан кейін өзімді басқа мемлекетте көрейін деп шешім қабылдадым. Отаңда ағам, өзімнің ағам, Мирас. Окей. Турцияда, Стамбул қаласында оқып жатқан, соның шақыру бойынша металлургия мамандығын тастап, мемлекеттік университетте Турцияға тіл оқуға келгім. Сұрағыңыздар Нұргүл ханым? Сакарияға туризмге, неге туризм мамандығы, металлургияда? Туризм мамандығын таңдау біраз қиын болды негізінде. Ең бірінші 2012 жылы қыс айында Стамбул қаласына тіл оқуға келдім. Тіл оқығаннан кейін түрік университеттерінде оқуға түсу үшін, мемлекеттік университеттерде оқуға түсу үшін түрік тілін білу шарт. Өздерінің сертификаттары болады, каждый университеттің. Сол университеттің сертификаттарын ала отырып, мемлекеттік университетке өзің документтерің жәнегі аттестатыңды, дипломыңды тапсырасың.
Сізге қателеспесем ағаңыз көмектесті да? Ағам көмектесті, иә. Ол осы жақтағы мемлекеттік университетте білім 2 алды. жыл білім алып жатқан тұсында мен де келіп, сол түрік тілін меңгеруге бастадым. Керемет. Сөйтіп Түрік тілін меңгеру өте қиын болды ма? Қалай, түрік тілі вообще қиын ба или оңай ма? түрік тілі қазақ тіліне ұқсайды. Бір жанұяның тілі деп айтуға да болады түрік тілін. Түрік тілін қазақ, осы Орал, Алтай деген тілдерінің құрамында болады. Түрік тілін оңай үйрену осы жақта жүре тұрып 1-2-3 айдың ішінде үйреніп кете аласыз. Әлбетте өзіңізге байланысты бұның оқу жүйесін өзіңіздің қалай дамытасыз. 1-2-3 айдың ішінде үйренуге болады. 1-2 айда еркін сөйлей аласыз. 1 жылдың ішінде курстарға бара отырып, академик түрік тілін меңгеруіңізге болады осы жақта. Түрік тілін тезірек үйренуге қандай кеңестер берер едіңіз? Түрік тілін үйрену ең бастысы сол кітап оқу. Кішкентай осы түрік тілінің кітаптары болады, әңгіме кітаптары, соларды оқи отырып түрік тілін үйренуге болады. Және де ең маңыздысы Турцияда жүріп түрік тілін меңгеру әлде қайда оңай деп есептеймін өзім. Және Жарас мырза, мен сізді қаншалықты білем, сіз біз дос болып жүрген уақыттарда TED-Talks'ты қатты іздейтінсіз. Саяси хабарлар, радио үнемі қосылып тұрады, оның себебі неде? Соны шынымен де кеңес бересіз ба балаларға тыңдауға, листинг дейді ғой, дамыту үшін? Әлбетте, сериалдан бастауға болады. Ең бастысы уақытыңызды өлтіріп нетем десеңіз, сол үйде жатқанда сериалдардан бастайды. Хабарлар, радиолар, әндер, солардың барлығымен. Бір фаворит нелеріңіз бар ма? YouTube каналдарыңыз, немесе осыны көрсеңіздер кеңес берем дейтіндей кітаптар, немесе жаңағыдай тіл үйрену үшін видеолар, TED-Talks ретінде? Жоқ. Өйткені мен түрік тілін үйрену бастағанда 2012 жыл болған. Қазір бүгінгі таңда 8 жыл болды Турцияда. Hem eğitim, hem және де жұмыс істеп жүріп осы жақта жүрмін. 8 жылдан бері Түркиядасыз. Иә. Екінші ана батаным десеңші, иә? Иә. Ал енді кеттік, сіздің өте бір знаменитый болған мамандығыңызға келейікші. Қазіргі таңда Әлбетте. Өте бір енді сұранысқа ие мамандықтардың бірі. Тем более сіз қазір халықаралық үлкен компанияда жұмыс істеп жатсыз. Тем более сізге проводы жасаған болатынмыз, жол-аяқ шығарып салып, әйтеуір жылап сықтап, помню. Көп рахмет. Ұмытпаймыз. Қандай мамандықта оқисыз, ал айтыңыз өзіңіз. Туризм менеджмент деген мамандықта оқимын. 2014 жылы туризм менеджмент мамандығын бастап, 2018 жылы туризм мамандығын бітірдім. Сакария университеті, туризм мамандығын факультеті Сапанжа деген бір көлдің маңында орналасқан өте табиғи және туристік бір жер. Неліктен бұл мамандықты таңдадыңыз? Не түрткі болды? Енді шын айта кетсе, туризмде, Қазақстан туризмде аз дамыған. Лайк баспаймыз. Рахмет, лайк баспаймыз. Осында отырғандарыңыз өзі бізге жетіп жатыр, үлкен махаббат. Лайк баспаймыз, Жарас мырзаны тыңдаймыз десек, лайк басуға болмайды. Бұл кісі ұстата бермейді, тем более алтын балық сияқты. Туризм мамандығы Қазақстанда дамымаған. Біріншіден, бұлардың бірісі туризм мамандығын таңдаудың бір әсері болды. Екіншіден, туризм мамандығының Турцияда үйрену туризм әлеміндегі еткісінің бір парчасы деп айтуға болады. Өйткені Турциядағы туризм мен дүниедегі туризм бірдей деп айтуға болады, иә. Және де Турция туризм бойынша ақш, Франция, Испания деген туристік дистанциялардың қатарында кіреді. Жылына 32 миллион турист бағындырған бір өлке.
және де Турция бұл ноу-хау деген шекілде ноу-хау деген нәрселердің тапқан нәрселер, мысалы үшін all inclusive деген мысалы үшін бір жәнегі отельдерге барғанда бүкіл жүру тұру жәнегі транспорт, тамақ ішу, сервисінің бәрі включенный бір сервис дейміз ғой, all inclusive деген сервисінің бір пайда болған жері Турция, жәнегі Анталия, Алания деген жақтар. Так, мұғалімдер қалай екен? Адамшылық қасиеттері, білім беру процесі, осы жайлы айтсаңыз, өзіңіздің факультет Түркия бойынша. Әлбетте, өте дамып кеткен бір мемлекет Қазақстанға қарағанда. Кейбір салалары, және туризм, транспорт, авиация, политика болсын, білім болсын, медицина болсын, Турция біздің кейбір жәнегі мамандығымыз бойынша дамып кеткен мемлекеттердің арасында кіреді. Өте жақсы, қарапайым түрк халқы, көмектесуге әрдайым қолын созатын, әсіресе қазақ десе өлетін бір нелері бар. Көмек көрсеткілері келетін бір тұстары бар. Өте керемет. Так, кеттік. Оқу процесі қалай? Білім беру жүйесі қандай талаптар болды? Қандай маңызды пәндер өткізілсін бакалаврда оқып жүргенде? Осы туризмге байланысты айтыңызшы. Туризмге байланысты ең бастысы біздің туризм факультеті менеджмент факультетінің алдында болғаннан кейін, ол жерде ең бастысы бірінші, екінші жылдары менеджментқа байланысты жәнегі басқару жүйесіне байланысты бір сабақтар беріледі, және математика, түрк тілі, түрк тарихы деген маңызды пәндердің қоса, және менеджмент, кісілерді тану, және философия сабақтарын бірінші, екінші жылдары береді. Үшінші, төртінші жылдары уже туризмнің басты, туризм қалай Турцияда дамыды, туризмнің қай жылдары дамыды, қалай Турцияға келді туризм, туризмнің танымы деген басты туризмге байланысты, және өздеріңіз білесіздер, медициналық туризм, авиациялық туризм, көлік туризмі, темір жол туризмі деп салаларға бөлінеді Турцияның туризм секторы. Керемет. Сіздерде практика қалай болады? Сіздерде практика? Айтыңызшы, туризм мамандығында. Практика туризм мамандығында екінші жылдан кейін басталады. Және негізгі пәндерді бітіргеннен кейін, екінші жылдан кейін жаз оқуларында, әр жыл жаз оқуларында, жаз айларында туризм бойынша практикалар өтуіңізге болады. Бұл практикалар өткенде өздеріңізге байланысты. Стамбулды ма табасыз, Анкараға ма барасыз, әлде Алания, Анталия жаққа, Бодрум жаққа барасыз ба? Бұл сізге байланысты. Бұл отельдерді тауып отырып, сіз о отельдерден студент болып отырып ақша аласыздар. Және практика жасасаңызда, сол отельдер сіздерге қонақ және жатақханаларын береді, тамақтарын береді, транспорттарын береді. Онымен қоса жаз айларында $200 дейін сіздерге практика жасағандарыңыз үшін ақша береді. О, керемет, керемет. Так, енді кеттік. Қазіргі таңда туризм мамандығын оқудың қажеттілігі бар ма? Яғни жұмыс жағынан қиындықтар болмай ма? Өз ойыңыз жалпы жұмыс табуға бола ма? Кеңес берер едіңіз осы мамандықты қазіргі жас талапкерлерге оқуға? Әлбетте кеңес берер едім. Неге десеңіз, туризм мамандығы өте дамыған бір мамандық. Туризм мамандығы жай ғана туризм, отель және демалыс деп бөлінбейді. Бұның көптеген салалары бар. Және білім туризмі деген саласы бар. Және сіз айтанып жатқан, бұл сіздің қазір білім стейшн айналып жатқан бір саласы білім туризмі. Сіз Қазақстандағы оқушыларды алып Турцияға келесіздер. Олар жай ғана оқушы бола алмай, онымен қоса турист та болады. Және туризм саласын дамыта бастайды. Дүниедегі туризмге байланысты айта кетсек, Турцияда, мысал үшін, бұл барлық ақша
табыстарының %51-і сервиске жатады. Және ресторан, авиация, темір жол, отель, гостиница, аттракциондар, барлық бұл сервиске байланысты шаралардың көбі Турцияның қаржысының %51-і осы туризм секторынан пайда табады. Сервистен пайда табады. Короче, жұмыс таба аласыздар, оқуға кеңес бересіз, Жарас мырза? Әлбетте. Окей, кеттік. Енді туризм мамандығын бітіріп, Сакария университетінің дипломымен жұмыс табу оңай ма? Немесе бұл дипломға байланысты емес пе? Сакария университетінің дипломы дерлі ме? Дерлі ме? Маңызы, дипломасының маңызы өте көп. Өйткені Сакария университеті Европа білім мүшелерінің бір құрамына кіреді. Сол себепті сіз Европада, Россияда, Қытайда, Қазақстанда, Америкада жұмыс таба аласыздар. Сіздің өзіңіздің талпынысыңызға байланысты бұл жұмыс іздеу, өзіңізді дамыту, кісі қалып бірей оларақ дамыту өзіңізге байланысты. Және кітап оқисыз ба, тіл үйренесіз ба, және политикалық дебаттарға қатысасыздар ма, оның бәрі сізге байланысты. Так, жалпы Сакария университеті жайлы қысқаша айтсаңыз, Сакария университетінің деңгейі Түркия университеттерімен салыстырғанда қандай өзіңіз жалпы, қандай баға берер едіңіз? Статистикалардың бойынша Сакария университеті Турциядағы мемлекеттік университеттердің арасында көш бастап тұр негізі. 20 осы 300-ден астам университет бар болса, Қазақстан, Турцияда, оның осы Сакария университеті ең басты 20 университеттердің ішіне кіреді. Білім деңгейі өте жоғары, соны айта кетуге болады. Және дегі өзінің кампусы бар. Бұл кампусының өзінің жәнегі facility дегеніміз тренажерный зал, бассейн, футбольный поле, және мешіті, кітапханасы, транспорты, кампустың ішінде тегін транспортты қолдана аласыз мысал үшін. Бұның бәрі осының Сакария университетінің 20 ең басты университеттің 20 тізіміне кіруге ықпалын тигізген. Және де Сакария университеті бір таудың басында орналасқан үшін, бір тепенің басында орналасқан үшін, оның манзарасы, қоршаған ортасы, табиғаты өте керемет, әдемі. Так, енді Жарас мырза, Қазақстандағы университеттермен салыстырыңызшы плюс пен минусы осы eğitim бойынша білім жайында? Әлбетте Қазақстандағы университеттердің көбі жақсы. Неге десеңіз, Совет заманынан қалған университеттер бар, олар дүниедегі университеттердің қатарына да кіреді. Қазақстандағы университеттердің көбі. Лайк баспақшы, өтініш, лайк керек емес. Сіздер лайк басу үшін емес, интервью алу үшін, тыңдау үшін отырсыздар, ақпарат алу үшін. Бұл кісі ұстай бермейміз, сол себепті лайк баспаңыздаршы, өтініш, керек емес лайктарыңыз. Тек қана тыңдаңыздар. Иә, сұрағыңызды қайталап жеңізші, Нұргүл ханым. Ой, дейсіз, иә. Қазақстанда университеттерді салыстырыңызшы білімді, плюс, минусын, настолько халықтың сізге деген сүйіспеншілігі соншалық лайк басып тоқтамай жатыр. Қазақстандағы университеттер мен Турциядағы университеттерді салыстырсақ, әлбетте Турциядағы университеттердің кейбіреулері басып өседі. Бірақ мен өзім Сакария университетін оқығаным үшін, және Қазақстандағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университетті оқығаным үшін салыстыруға мен үшін қиын болмайды деп ойлаймын. Неге десеңіз, Қазақстандағы университеттердің, енді мен 2011 жылы оқыған үшін цифрлық университет, цифрлық даму өте аз болғандықтан, жәнегі бұл Турциядағы университеттерді сен үйде отырып балдарын қарауға болады, мысал үшін. Экзаменге кіруге болады. Uzaktan eğitim дегеніміз, жәнегі үйден отырып білім алу дегеніміз мүмкін.
Турциядағы университеттерде қарап отырсаңыз. Және де қазір білмеймін Қазақстанда қандай жағдайлар болғанын, бірақ Турциядағы Сакария университеті мен және Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университетін салыстырсақ, әлбетте Сакария университеті басып озады. Мамандықтарының саны бойынша, кітаптарының жәнегі әдебиеттарының деген келемесі бар. Кітаптар және библиотеканың саны бойынша Сакария университеті цифрлық кітапханасы бойынша, цифрлық білім алу бойынша басып озады. Неге десеңіз, 100 мыңға жуық оқушысы бар Сакария университетінің. Енді оқу жағынан қиындықтар болды ма? Қандай қиындықтар болды, егер болса айтып беріңізші? Оқуға түсу оңай, Турцияда оқуға түсу оңай, бірақ оқу қиын. Қазақстанмен салыстырғанда, Қазақстанда оқу біраз түсу қиын, және ЕНТ дегеніміз бірыңғай ұлттық тест жүйеміз болған үшін, бірақ оқу оңай деп ойлаймын Қазақстанда. Неге десеңіз, Қазақстандағы мұғалімдер студенттерді, оқушыларды біраз көмек жағынан, және де Қазақстан студенттері біраз ұйымшыл болғандығынан оқу барысы оңай деп ойлаймын. Және дружелюбный коллектив дейді ғой, студенттердің арасында. Ал Турцияда оқушылармен арам қатынас, жәнегі университеттегі мұғалімдермен ара қатынас біраз алшақтау болады. Неге десеңіз, олар өздерінің дистанцияларын, өздерінің нелерін оқушылармен сақтайды. Саған бір тақырып берсе, бір үй жұмысы берсе, сол үй жұмысын өзің орындау керексің, индивидуально. Сол. Сакария университетіне түсуге кеңес бере аласыз ба болашақ студенттерге? Неліктен кеңес берер едіңіз, егер берсеңіз? Әлбетте, Сакария университетіне кеңес беремін, өйткені Сакарияда қаласында қазір 2014 жылға қарағанда қазір 3 университет бар деп білемін. 3 университет, және бір Сакария университеті үшеу ме, екеу ме? Сакария екеу ғой. Екеу, иә. Мен оқуға түскен жылы бірақ университет болған. Жәнегі 100 мың оқушыны бір кампусқа сыйдыра алмағаннан кейін уже 2 университет бар. 2 университет бар, сол 2 студенческий городок деп айтылады негізі Сакария қаласын. Сакария, және де Сакария Стамбулға жақын болған үшін, локациясы бойынша Стамбулға жақын болған үшін өте ыңғайлы Стамбулға келіп кету, Стамбулды қыдыру, және де басқа қалаларына, Кония, Бурса, Анталия деген қалаларға бару, қыдыру өте оңай, мысалы үшін. Осы жаққа Турцияға оқуға түсемін десеңіз, басқа қалалардан бұл ерекше бір қала. Өзіңізге ұнады, я Сакарияда оқыған? Әлбетте. Сіздер секілді достар табып. О, рахмет. Иә, сіздің оң қолыңыз болып жүрдік қой. Енді кеттік. Прям достар, лайк баспаңыздаршы, өтініш, рахмет, прям шын көңілдеріңізге баспаймыз. Так, кеттік. Жарас мырза, Сакария университетінде қандай değişim программалары бар? Erasmus, Mevlana, Al-Farabi сияқты. Сіз мен біле білсем, Erasmus бағдарламасына бір емес 2 рет өттіңіз және өзіңіз барып қайттыңыз. Erasmus бағдарламасы туралы қысқаша айтсаңыз, және қандай Еуропа елдерінде оқып келдіңіз өзіңіздің тәжірибеңіз бойынша? Кеттік. Әлбетте. Бірінші курс бітіргеннен кейін, және бірінші сыныпты бітіргеннен кейін сізге Erasmus бағдарламасы бойынша бүтін Сакария университетінің оқушыларына бір экзамен бар. Сол экзаменге қатысу керексіз. Экзаменге қатысу үшін сіздің GPA балл дедіңіз, жәнегі сіздің балыңыз 4, орталамаңыздан 2.40 болу керек. 2.40 болғаннан кейін сіз бұл экзаменге кіруге сізге бір не береді, қатысу мүмкіндігі береді. Экзаменге қатысқан үшін жәнегі Erasmus бағдарламасы 2-ге айырылады. Біреуі стаж, біреуі оқу. Мен оқу бойынша бардым. Оқу бойынша бару үшін 100 ағылшынша тест сұрақтарынан сіз 60-ын алу керексіз. Стаж үшін 40
Бұл 2012 жыл, 2014 жылы болған бұл. Жәнегі статистика нем бойынша, балламаның бойынша. Қазір бәлки өзгеруі мүмкін. Жәнегі ағылшын тілін алғаннан кейін, менің GPA орталама балым 2,42, ағылшын тілін экзаменнен кейінгі бұл балдамам ағылшын тілінге 63 болды. 163. 63 болды. 63 бал алдым. Сонымен Латвия мемлекетінің Рига қаласына Erasmus бағдарламасы бойынша білім алуға шықтым жолға. Енді Erasmus бағдарламасы қандай жағдай жасайды сіздерге? Айтыңызшы осы жайлы. Бұл Erasmus бағдарламасы сізге ең бастысы университет тауып береді. Университет бойынша бүкіл Европа мемлекеттерінің туризм мамандығы қай жерде бар болса, сол жерге түсе аласыз. Бірақ сіздің бұл 4 университеттің біреуін таңдауға рұқсат береді, мүмкіндік береді. Мен Латвия Рига қаласын таңдаған болатынмын. Неге десеңіз, біраз Латвия ескі Совет заманындағы мемлекет болған үшін жақын таптым kendim өзіме. Латвия қаласына бардым. Латвия қаласындағы 5 ай оқу барысында тек қана 2 айын оқыдым. 3 айын Латвия және басқа да Европа қалаларын көруге, жәнегі қыдыруға мүмкіндігім болды. Стипендия бере ме сізге? Қандай жағдай? Стипендия жәнегі Латвияның мемлекеттерінің өзінің бір стипендия бағдарламасы бар. Erasmus'тың. Мысал үшін Германия, жәнегі дамыған Германия, Франция, Англия gibi мемлекеттерге 500 евро береді. Бірінші статтағы мемлекеттер бұлар. Екінші деңгейдегі мемлекеттер олар жәнегі Испания, Италия, Греция деген мемлекеттерге 400 евро береді. Латвия, Литвания, Эстония, Польша, Чехия деген мемлекеттерге 300 евро береді. Мен айына 300 евролық бір стипендия алдым. Қай жылдары бардыңыз? 2015 жылы. Қазір көбейді ғой ақшасы, иә? Иә, қазір әлбетте оның өзінің шарттары ауысқан болады деп ойлаймын. Иә, ауысты. Иә. Енді кеттік. Түркиямен салыстырғанда Еуропаның білім беру деңгейі жоғары ма? Осы жайлы айтсаңыз. Әлде одинаковый система ма? Әлбетте Турция бұл мемлекетті Европа одаққа кіру мақсаты болған үшін бұның мемлекеттік және білім беру системі Европа стандарттарына сай. Тең деп айтуға болады. Кейбір университеттер, және Сакария, Истанбулдағы университеттер, Анкарадағы университеттер Европаның кейбір университеттерінен қайда күшті. Және де Турцияда оқу ең бастысы бұл түрк халқының менталитеті, жәнегі білім беру, үлкендерге құрметі және кішілерге езиет несі бәрі қазақ халқына, қазақ менталитетіне жақынырақ Европадан қарағанда. Өте керемет. Жүріп тұру, өмір сүру Турцияда әлде қайда ыңғайлы. Европа, Америка елдеріне қарағаныңызда. Керемет, рахмет. Енді басқа қандай бағдарламалы бар осы Erasmus секілді? Сакария университетінде Аль-Фараби атындағы, жәнегі Абу Насир Аль-Фараби атындағы Фараби бағдарламасы бар. Және де Мевляна бағдарламасы бар. Фараби бағдарламасы бұл Қазақстан, Қырғызстан, Россия, басқа да осы ұзақ дедейміз жақын шығысқағы мемлекеттерге баруға болады. Ал Мевляна дедейміз бұлар шатастырмасам Турция ішінде, дұрыс па?
Мевляна дейтін Орта Азия мемлекеттерінде. Мевляна Орта Азия мемлекеттерінде, Фараби. Ұтыпсыз ғой. Турцияның ішінде Фараби бағдарламасы бар. Және де бұл Турциядағы қандай да бір университетке оқуға түссеңіз, сіз мысалы үшін университетті Сакарияда оқығым келмейді, Стамбулда оқығым келемін деп шешім қабылдасаңыз, және де GPA балыңыз жоғары тұтсаңыз, Стамбул, Анкара, Измир деген қалаларға оңайша көшуіңізге болады, түбегейлі. Бұл үшін Турциядағы университеттердің білім беру системі жақсы. Керемет. Енді кеттік. Өзіміздің Сакарияға келекші. Енді Сакария біздің туған екінші жеріміз сияқты ғой. Сакарияны сағындыңыз бір сөзбен айтыңызшы. Сакария? Сағындыңыз ба Сакарияны? Сакария сағындым. Қазір коронавирус болған үшін Сакарияға келе алмаймын. Жұмыс істеп жүргенде айына 3 рет, 4 рет Сакарияға баратынмын достарыма. Нұргүл ханым біледі өзі. Тамақ ішу үшін, жәнегі бас қосу үшін, жиналу үшін жәнегі Сакарияға айда 2-3 рет барып келуге жағдайларым болған. Қазір коронавирус болған үшін Сакарияға 4-5 айдай барған жоқпын. Бұйырса енді карантин бітсін, өзіміз отырып кейін шай ішеміз, күштетіп. Әлбетте, Нұргүл ханым. Енді кеттік. Сакарияда жалпы қазақтар туралы айтыңызшы. Сакарияда оқып жүргеніндегі баққандық кезі осы жайлы. Сакарияда студенттік өмірімнің есте қаларлық заман өтті Сакария университетінде. Өйткені қазақ студенттермен бірге бір ұжым құрдық ең басында, официально дедеміз. Сол ұжыммен байланысты бір-бірімізді тауып, Сакария университеттегі қазақтарды бір-бірімізге бауыр басып, жәнегі ойындар жасап, жиналып, тамақ ішіп, пикник жасап, басқа қалаларға саяхат жасап. Өйткені бұл Сакария университетінің бір мықты жағы, жәнегі студенттік ұйымдар, басқа да ұжымдар студенттерге басқа қалаларға саяхат жасауға көмектеседі. Және Каппадокияға, Бурсаға, Анталияға, Анкараға бару үшін тегін тамағы, тұрып жүруі, транспорты тегін бір жүйемен Сакария университеті басқа қалаларға туристік бағдарламамен баруға көмек көрсетеді. Разнообразие деген нәрсемен жәнегі студенттік өмірді жәнегі немен деп айтады қазақ тілінде? Әр қырынан көрсетеді. Әр қырынан көрсетеді. Керемет емес. Стамбулда жауын жауып тұр, жауынды да көрсетейін сізге. Көрсетіңіз дейді. Стамбулға арасында жауын жауып тұр. Көріңіздер ме, бүгін стейшінің көрермендер сіздер үшін жарасымызға арнайы әдемі бюстен көріп жатыр. Стамбулдың боğazы. Енді өміріңіз керемет сияқты, шүкір, альхамдулилля. Рахмет. Енді кеттік. Сіз енді осы дәрежеге қалай жеттіңіз? Әрине, Сакарияда өзіңіздің карьералық жолыңызды бастадыңыз. Например, өзіңіз мен частный клиникада жұмыс жасадыңыз, переводчик ретінде. Одан кейін Сакарияда жүріп осы қазақ студенттерінің топлуының дейді, жастар қоғамының башқаны болдыңыз. Осы жайлы айтып берсеңіз кішкене. Сакария топлуы туралы қандай жұмыстар атқарып жатыр? Ол башқан болған қандай пайдасы бар? Не берді өзіңізге? Не алдыңыз? Сакария 2014 жылы Сакарияға келгенде бірде-бір қазақ бір-бірін білмейтін негізі. Осы ұжымды құру үшін 2-3 кісі жиналып, және Сакария университетінің білім алып жатқан қазақ студенттерінің ассоциациясын құрдық.
Осы ассоциация барысы бойынша бүкіл қазақтарды бір жерге жинадық. Және қазақ студенттерінің ассоциациясын құру үшін көп еңбек керек жоқ негізі. Бірақ бұны бір ұжым болып қалыптастырып жүргізу және оны өмір сүрту үшін осы Қазақстан студенттерінің ықпалы өте көп болды. Әлі күнге дейін Қазақстан студенттер жастар ұйымы жәнегі Сакария университетінде бар, ыдырап кеткен жоқ. Бұл студенттерінің еңбегі деп айтуға болады. Ең бірінші болып былтыр Қазақстан студенттерінің, Турциядағы Қазақстан студенттерінің құрылтайын жасаған университет, Сакария университетінің, және сіздер Нұргүл ханымдар, Ерасыл деген бастықтарыңызбен бірге бұл әжеміз бар. Ләзиза әжеміз көріп отыр мына жақта бізді. Қалайсыз әже? Ол кісі көріп отыр. Сол Ләзиза апай, Ерасыл, сіз Нұргүл ханым және Сакария студенттерінің ассоциация ұжымын бірлесіп, ең бірінші рет бұл жәнегі құрылтайды Қазақстан студенттерінің, Турциядағы Қазақстан студенттерінің құрылтайын өткізді. Бұл мақтан тұтарлық жағдай негізінде. Басқа мемлекеттерде осындай ұжымды, осындай татулықты, осындай бірлікті басқа қалаларда, Қазақстанда да көре алмайсыздар. Тек қана Сакарияда, неге десеңіз, Сакария университетінің студенттерінің, осы ең бірінші құрып кеткен студенттерінің, бұл ұжымның бір рухы қалып қалған жақта. Сол рухы әлімге дейін дамып келе жатыр Сакария университетінің ұжымы. Керемет. Ұжым қай жылы құрылды? 2014 жылы құрылды деп білемін бұны. 2014 жылы құрылды. Бұл ұжымды ең басты сол Лазиза апай, Еркінай апай, Мұхитжан деген жолдасымыз бар. Жәнегі Файзулла ағай, Еркін ағай, Еркін, ұмытып қалдым атын. Көріп отырса, айтқа бұйырмасын. Солардың бастамасымен бұл ұжым құрылды. Не үшін топлық қажет, Тарас, айтшы осыны? Не үшін топлық қажет? Ассоциация. Ассоциация және Қазақстан студенттерінің бір жерге келтіру үшін. Жәнедегі Турциядағы түрк халықтары үшін бұл қазақ студенттерінің қандай да бір ұжым болғаны. Жәнегі бұл біздің күлтүрімізді, біздің салт дәстүрімізді таныту үшін бұл Сакария университетіндегі ұжым өте маңызды. Студенттер арасындағы жәнегі ықпалды, бірлікті, татулықты көрсету үшін басқа мемлекеттегі студенттерге және басқа Сакария университетінің түрк студенттеріне. Так, кеттік. Мына жерде көрерменге түсінбей жатқан шығар, башкан деген бұл жақта төраға деген мағынаны береді. Башкан деген. Одан кейін осы жарасымыз айтыңызшы, башкан болып жүрген кезіңізде өзіңізге қандай тәжірибе алдыңыз? Қандай пайда тиді сізге? Пайдасы болды ма, әлде босқа ма уақытыңыз? Пайдасы өте көп. Отырыңызға қазір. Пайдасы өте көп. Ең бастысы өзіңді өзі таңданегі басқару жағдайлары өте керемет. Қысқа кесек. Айтсаш, рекомендательный письмоның бәрін айтшы, Түркияда дейтін рекомендательный письмо өте қатты рөл ойнайды ғой, айтшы, өзіңді. Әлбетте. Елшілік керек па, тағы басқа өте ректор керек па, тағы да ауқымды бір кісілерден рекомендательный письмо алдың, бейден облыс әкімі керек па, барлығынан енді. Шыны керек, Ләзиза апай бізге жол бастап көрсетті, үйретті, білген тәжірибесімен бөлісті. Мне кажется, мен ол тәжірибені Қазақстаннан алып келдім. Ал сен ол жақта жүріп үйрендің, прям өзіңе кәдімгідей пайдасы тиді ме қазіргі карьералық жолыңда? Шынымен ризасың ба? Әлбетте, бұл кісілерді басқару болмаса, бұл ұжымды қалыптастыру және ұжымды жүргізу, бұл төраға ретінде өте сенің үшін ықпалы көп.
және де келешектегі өмірің үшін, карьераң үшін айтып жатсың сертификаттар, мақтау қағаздары, рекомендательный письмо, және әкімден, ректордан, басқа да Қазақстан Республикасының Турциядағы төтенше жағдай жәнегі өкіліден қағаз алу, мақтау қағазы алу өте керемет бір мақтаныш деп ойлаймын. Және де бұл мақтау қағаздарымен, рекомендательный письмолармен өзіңнің басқа да Европадағы, Америкадағы университеттерге оқуға түсу меніңше өте оңай болады деп ойлаймын. Керемет. Енді сіз осы келетін студенттерге қалай дейсіз? Мына келгелі жатырған, қазір таңда Сакарияда оқып жатқан студенттерге де башқан болуға кеңес берер ме едіңіз? Қандай қасиеттер болу керек? Әлбетте ол жәнегі балалардың, қыздардың, ұлдардың өздерінің талпынысына байланысты. Өзінің мен сияқты башқан бола бермейді. Бұл каждый индивид дейміз, каждый бір бірейдің өзінің қалыптастыратын башқан болу үшін, төраға болу үшін тырысатын бір несі болу керек, мақсаты болу керек. Егер өзін өзі дамытқысы келсе, осы бір мақсаттарды қою керек оның алдына. Лидерский качество, харизма болу керек дейсіз, иә? Керемет. Енді кеттік, Жарас мырза, жалпы сіз Сакарияда мен білетін Жарас мырза квартирада тұрды, да? Иә. Жалпы жатақханада тұрдыңыз ба өзіңіз? Жатақхана ма, әлде үйде тұрған ыңғайлы ма? Қандай ерекшеліктері бар? Жалпы Түркияның жатақханасы қандай өзі? Айтып беріңізші. Түркияның жатақханасы, мен енді көбінесе үйде тұрдым. Қазақ студенттерімен бірге біз бір двухэтажный делюкс коттедж жалдап тұрдық біз студенттер болып. Білесің ғой. Тихо, күтеміз дейсің. Коттеджде тұрдық біз Қазақстан студенттерімен бірге. Сол 10 кісі болып тұрдық. Сол 10 кісімен біргесіп, сол 2 этажды үйді жалдап тұрдық. Әлбетте Сакария университетінің жатақханалары ондағанда ыңғайлы қазақстандықіне қарағанда. Өйткені бұл жатақхананың өзінің кірет шығатын жәнегі құралдары бар, үш уақыт тамағы бар, өзінің кафетериясы бар, жәнегі оқу үшін бір алаңдары бар, кітапханалары бар. Және де, мысал үшін, кейбір жатақханаларда 2 кісіден, кейбір жатақханада 3 кісіден тұруға, мысал үшін, нелері бар. Жәнегі мүмкіндіктері бар. Әлбетте ол әр адамның өзіне байланысты үйде тұрғым келе ме, әлде жатақханада тұрғым келе ме десе, өйткені бұл үйде яда немесе жатақханада тұрдың және шығыны бірдей. Шығыны бірдей. Шығыны бірдей. Көп адам түсінбейтін шығар, жаңа айтты, Жарас 2 этажды үйде тұрдық деп, өте үлкен үй болды. Барлық Сакарияда қазақтың барлығы сол үйге жиналатын еді. Бір қаз болсын, бешбармақ болсын, атаулы мерекелер болсын. Шыны керек, сол үйде барлығы бірге, бір дастархан басында бір отбасы отыратынбыз. Жаңа жылды бірге қарсы алатынбыз, Наурызды тойлайтынбыз. Неше түрлі тұрған күндері, әртүрлі мероприятияларға бауырсақ, түнімен ұйықтамай, әртүрлі мерекелік шараларға дайындалдық. Сол себепті ол үйде ойламаңыздар, бәрі бір бөлме, әркімнің отдельно бөлмелері, ол үйдегі жағдайды айтып жеткізу мүмкін емес. Условия өте керемет болды. Бұйырса Сакарияға келсеңіздер, көресіздер. Енді кетті, Жарас мырза. Жалпы ендігі екінші этаптағы сұрақтардың бірі, сіздің ойыңызша осы алдағы 10 жылдағы қандай мамандықтар таңдаған дұрыс, болашақ студенттерге қандай мамандықтар таңдауға кеңес бересіз? Әлбетте, туризм мамандығын оқыған үшін туризм келешекте өте дамиды. Жәнегі туризм дамитын басты салалары осы біздің шығыс жақ.
Қазақстан, Өзбекстан және Қырғызстан, Тәжікстан жақтары өте дамитын туризм жақтар болады. Және дүния соны туризмі деген бір не бар, кітап бар. Дүния соны туризміндегі 2019 жылы туризмге кірген және Өзбекстан болды. Өзбекстан туризм секторына ашылуы және қарқынды дамуы Қазақстанға да ықпалын тигізеді. Осы туризм секторы және де IT секторлар және программирование деген салалар Сакар университетінде де өте көп. Медицина өте қарқынды дамып келе жатыр. Сакар университетінде де медицина факультеттері жақын арада ашылады деп ойлаймын. Сол? Иә, енді кеттік. Сакария қаласы туралы, сіздің Сакария қаласында қалыптасқан ойыңыз, қалған әдемі естеліктеріңіз, атмосферамен бөліссеңіз, сосын уже ақшқа кетеді. Сакария қаласы өте студенческий город, және өте қарапайым бір қала. Стамбулдың қасында, және 1,5 сағаттық Стамбулдың қасындағы бір қала. Студенттік қала болған үшін өте жастар көп. Кафелер, және ресторандар, және ойын ойнайтын жерлер өте көп. Жайлы тұрып жүру үшін өте ыңғайлы бір қала. Өйткені университеттің айналасында барлық жәнегі кафелер, ресторандар орналасқан, жәнегі кітапханалар, үйлер, барлық студенческий городок осы Сакар университетінің қасында орналасқан. Сакария мен Стамбулдың айырмашылығын айтыңызшы, салыстырып. Стамбул өте үлкен қала. Өте үлкен қала. Жәнегі жүріп тұру ақша жағынан, жәнегі қаржы жағынан өте қиын бір қала. Жұмыс істеп тұру керек Стамбул қаласында. Сакария қаласындағы оқу барысында да сіздерге, мысалы үшін, басқа да ұжымдардан стипендия алуларыңызға болады. Жәнегі Сакар университетінің өзінің беретін бір стипендиясы, мысалы үшін, тамақ стипендиясы. Университеттегі емекханеде, жәнегі тамақханада бір рет тамақ ішу, тегін тамақ ішу, мысалы үшін, бұл ұжымның берген сізге жеңілдіктері. Университеттің, мысалы үшін, бүкіл жерінде интернеті бар. Каждый кампусте, каждый жәнегі зданияда, мысалы үшін, сіздерге жасалған кітапханалар бар, компьютерлар бар, студенттердің ыңғайлы және жақсы сабақтарын қарау үшін. Керемет, кеттік. Енді сіз жақында ғана ақштан келдіңізді. Жалпы ақшқа саяхатыңыз жайлы, одан кейін ақшқа қалай барып қайттыңыз, не ұнады, не ұнамады, осы жайлы айтсаңыз. ақш енді ақш United States барлығының арманы ғой. Мен осы Стамбулда 2 жыл бойынша жұмыс істеп жүріп, жинаған осы қаржыны ақшқа демалу үшін бардым. Және Нью-Йорк қаласына, Лас-Вегас қаласына және Лос-Анджелес қалаларына демалу үшін осы ақшты көру үшін, қалай өмір сүреді екен, жүріс-тұрыстары, және қандай нәрсе жасай бұлар өмір сүру үшін, атмосферасын көру үшін барып келдім. Өте әдемі қалалар бар. Нью-Йорк, Лас-Вегас, Лос-Анджелес деген қалалары. Қанша болдыңыз? Неме? Қанша уақыт болдыңыз? 13 күн. 13 күн. Иә. Өте әдемі. Бәрі ұнады. Ұнамаған ситуациялар бар ма? Ұнамаған ситуациялары, ақшта жұмыс істемесең, тамақ ішпейсің деген бір құралдары бар. Каждый күн жұмыс істеп отыру керексің. Ал мысалы үшін Турцияда, Қазақстанда ондай нәрсе жоқ деп ойлаймын. Өйткені ақшта ешкім саған көмектеспейді. Ешкімің жоқ. Өзіңе берік болу керексің сол жақта. Өмір сүру үшін.
Иә, еще рахмет. Еще Мгм. сіз студенттік өміріңізде кіші қажылыққа да барып қайттыңыз, Сакария университетінде оқып жүріп. Енді Иә. студенттерге осындай да мүмкіндік бар, дей ме? Айтыңызшы. Әлбетте, бұл оқимын, тырысам, жұмыс істеймін деген кісі үшін кіші қажылықта, Эрасмуста, Европада, Америкада барлық жақты бағындыра алады. Керемет. Енді Иә. айтыңызшы, шетелде білім алудың маңызы және еліңе қызмет ету үшін жалпы жастарға қандай мотивация берер едіңіз? Жастарға қандай мотивация? Иә, жалпы шетелде Кітап. білім алудың маңыздылығы және еліңе келіп қызмет ету үшін вот. Бес саусақ бірдей емес қой, Нұргүл. Енді Кейбіреу мотивацияны алады, кейбіреулері мотивацияны жерден де судан да алады. Ал мен өзім мотивациямды кітаптардан аламын. Жәнегі Илон Малкстың кітаптары, жәнегі Так, жарас. Қақиттен кіретін шығар. Қоя беріңіздер. Жалпы Erasmusқа қандай документтер керек деп жатсыздар ғой, ол университеттің сайтында бар. Бірінші университетке түскеннен кейін көре аласыздар. Даже біз бұйыртса оны постер ретінде шығарамыз. Сол себепті не істеудің қажеті жоқ, паника жасаудың. Так. Так, қазір. Жарас кіру керек. Қайдерім шығарып көрсеңізші. Иә. Так. Жарас. Иә. Қайда жоқ болып кеттің дейсің? Кетіп қалды, интернет кетіп қалды деп ойлаймын мен. Нормально. Кеттік, Жарас. Кеттік, бана қайтан бастайық та, мотивацияны өзің кітаптардан алам деп. Мотивацияны кітаптардан аламын мен көбінесе. Кітап оқимын, аудио кітаптарды тыңдаймын. Бұл аудио кітаптарды YouTube каналдарынан да таба аласыздар, және басқа да программдар бар Apple Store'да. Сол аудио кітаптармен өздеріңізді дамыта аласыздар. Өйткені кітаптың ішінде өте терең білім, терең мағыналар жатыр. Сол кітаптармен байланысты өзіңізді дамытып, алдағы қойған мақсаттарыңызды жәнегі бөлім, жыл, не болмаса ұзын мақсаттар және қысқа мақсаттар деп айтқанымызды өздеріңіз қоя аласыздар, өздеріңіз алдыңызға мақсат қоя аласыздар бұл кітаптармен. Әркім әртүрлі өз-өзіне мотивация алады негізінде. Мысалы үшін Нұргүл ханым, білмеймін қалай мотивация өзіңізден аласыз, мысалы үшін. Мен кітаптардан алатын болсам, сіз қалай аласыз? Мен мотивацияны қайдан аламын? Мен өзіме ұнайтын, өзімнің енді айтады ғой, үлгі тұтатын өзіме адамдар бар. Сол кісілердің ең жақсы қасиеттерін, үнемі өзімді дамыту үшін өзім есеп беремін. Әрбір жыл үшін не істедім, кітаптар оқимын, TED Talks'тар тыңдаймын. Ондай, және әлбетте онда кітап басқа кісілерге қарап өзіңізге мотивация аласыздар, бірақ кітаптағы жатқан мотивацияны басқа кісілерден ала алмайсыздар. Өйткені кітапты оқи отырып, өзіңіздің ойлау қабілеттеріңізді, жәнегі imagine дейміз, қалай айтуға болады оны? Тұлғалық даму. Иә, жәнегі воображать дейді ғой. Кітап оқи отырып, сол елестету қабілеттеріңізді күшейтесіздер. Сол елестету қабілеттеріңізді күшейте отырып, өздеріңізге арман еткен нәрселеріңізге қол жеткізу үшін осы мотивациялар кітаптың арқасында келеді деп ойлаймын. Керемет. Қазір заңда кітапты көп оқымайды ғой, электронды кітаптар оқиды. Мен өзім кітаптардан көрі, бұлай кітапты оққан маған больше ұнайды. Әлбетте. Сіз Сакария университетінде оқып жүріп, осы Нұрдәулет, білетін шығарсыз, Ерасыл, мен бір-біріміздің комнатамыздан кітап ұрлайтынбыз. Сондай деңгейден жүретін, өйткені және қазақ тілінде, орыс тіліндегі кітаптар Сакарияда аз, және студенттердің әкелген кітаптарымен бір-бірімізді жәнегі
Айгүл ханымды Айда. білесіз, Айдана ханым, жәнегі Жансая апайларымыз, солардың кітаптарын алып, бір-бірімізбен алма кезек сол оқи отырып дамытқызғанбыз. Өте керемет. Иә. Енді соңғы 11-ші сынып өзіңіз білесіз. Иә. Осымен қорытындылайық, жайлап сіздің де уақыт бар. Жалпы Білім Стейшнның көрермендеріне, жалпы Білім Стейшн жайлы өзіңіз не айтасыз? Білім Стейшн Нұргүл ханымның бастамасымен келе жатқан бір проект. Нұргүл ханымды 2015 жылдан бері танимын, өте жақсы танимын. Кішіпейіл, бірақ мақсатына жету үшін барлық оружияларды қолданатын бір ханым efendi деп айтуға болады. Нұргүл ханым, сұрағыңызды қайталап жүріңізші. Ой. Сізді мақтайын деп сұрағымды ұмытып қалдым. Ой, деймін. Жалпы Білім Стейшн... Білім алу, иә. Жалпы бізге сенуге бола ма Нұргүл Саясатқызы? Әлбетте, Нұргүл Саясатқызы өте білімді бір кісі. Қазақстаннан да білім алып, Турцияға магистратура бойынша келген досымыз, өзіміздің арамызда жүрген. Бұл Білім Стейшн енді Турциядағы оқу үшін өте бір мықты проекттардың бірісі деп айналады деп ойлаймын. Өйткені Білім Стейшнның қасында басқа да стейшндар бар деп білемін. Оларды Инстаграм парақшасынан қарауыңызға болады. Нұргүл ханымның жәнегі, егер сенбеймін, өтірік деп айтып, кейбіреулер айтуға болады, негативті бір идеялар беруге болады. Жоқ, Нұргүл ханымның жәнегі достарының ішіне қарауыңызға болады, және Инстаграмда кімдер бар, достарының ішінде қандай кісілер бар. Өйткені өте көп Қазақстанның жұлдыздарын көруіңізге болады, мысал үшін. Және Турциядағы жұлдыздар да бар бұның қатарында. Мен баяғы басқа да Турциядағы осы дамытып, Турциядағы қазақ қауымдастығын дамытып жүрген жұлдыздар да бар. Бәлки кейбіреулерін танитын болатынсыздар. Иә. Солай, Жарас мырза, үлкен рахмет. Мен де көп рахмет айтам осы Білім Стейшнға мені шақырғаныңыздарыңыз үшін. Мына жақтан көрсетейін сіздерге. Иә. Комментарийді қостым. Сұрақтарыңыз қараңыздар. Қазір Жарас мырзаның манзарасын көріңіздер. Өте керемет. Бұндай манзараны күнде көре бермейсіздер. Осылай. Эфир бітуге ақылды. Жарас мырза, сізге үлкен рахмет. Алла разы болсын. Еңбекте табысты болыңыз. Біздің жастарға өте пайдалы инсайттармен бөлісу арқылы оларға үлкен күш, мотивация беріңіз деп ойлаймыз. Сол себепті осылай сыйластығымыз, достығымыз ешқашан үзілмесін. Әлбетте. Сөзімізді тастамастан, уақытыңызды бөліп келген рахмет. Сізге де рахмет. Табысты күндер тілейін сізге, Нұргүл ханым. Үлкен рахмет. Үлкен корпорация болғанда тағы да прямой эфирларға шығып жатамыз сіздің арқаңызда. Ой, рахмет, Жакесі. Ой. Сол сақтайым эфирді, уже эфирдің бітуіне азғантай қалды. Жарас мырзаның мамандығы туризм мамандығы. Жалпы Erasmus мамандығына қандай құжаттар керек дейді. Олардың барлығы элементарный сұрақтар. Біз оны пост қылып шығаратын боламыз. Сол себепті жалпы Жарас мырза немен бөлісті? Өзінің ақштағы тәжірибесімен қалай барып келгендігі, Сакария университетіне жүріп оқу арқылы Қазақ ассоциациясының төрағасы болғандығы, одан кейін кіші қажылыққа барып келгендігі, Erasmus бағдарламасына 2 рет ұтқандығы, сол жақта тәжірибесімен оқу жүйесі, өзінің осы Сакария қаласында Сакария университетіндегі алған білім тәжірибесі, туризм мамандығының ішкі қыр-сырларымен қысқаша таныстырып өтті. Әрине барлық информацияны бір бағдарлама, бір эфирге сыйдыру мүмкін емес. Сол себепті ең маңызды деген бөліктерін айтты. Алдағы уақытта бұйырса сақтаймыз.